Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді тағам пісіреміз, яғни ассорти. Оның ішінде етте, голубцы, тефтели, картоп барлығы да бар. Бір жақсысы бір уақытта піседі, бір ыдыспен піседі. Алдымен етімізді қайнап тұрған суға салып пісіре береміз. Оған дейін картопымызға қызанақ саламыз, пияз, дәміне қарай тұз және бұрыш, паприка және де 3 ас қасық күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып қойып қоямыз. Пісіп жатырған етімізге бір пиязды салып жібереміз. Енді тартылған етке ұсақтап туралған пияз және де бұқтырылған күріш, дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз және бір жұмыртқа салып араластырамыз. Болгар бұрышына ішін толтырамыз. Мен голубцеді көп жасаған жоқпын. Балдар менде көбіне тефтел жақсы көретін болғасын, тефтелді көбірек жасадым. Енді ол өздеріңіздің қалауыңызша жасайсыздар. Көріп тұрғаныңыздай барлығы мантаваркада пісетін болады. Дайын болды. Енді картошкамызды тұзы сіңгеннен кейін мантаваркамызға саламыз. Енді барлығын жинаймыз. Бірінші картошкамызды қоямыз, содан кейін барып голубцы мен тефтелді қойып, бетін жауып, 1 сағат жарымдай пісіріп аламыз. Дайын болды. Қалауыңызша қоясыздар. Құрамын тағы да видеоның астына жазып кетемін достар, содан қарасаңыздар болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Үстіне еттің сорпасынан кішкене құйып жібереміз, сонда сочный болып өте дәмді болады. Достар, видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.